Сәлем достар, сіздермен бүгін онлайн english.kz. Осы өлеңді сіздер топ чартта немесе радиода тыңдаған боларсыздар. Ал осы өлеңнің мағынасын білесіздер ме? Осы өлеңнің мағынасы не деп ойладыңыздар ма? Сіздермен бүгін осы өлеңнің мағынасын айтатын боламыз. Бұл өлең Dance Monkey деп аталады. Dance Monkey билеп отырған маймыл деп аударсақ болады. Tony and I деген группа, қателеспесем айту керек. Осы өлеңде бір айтқысы келген ой бар. Егер де осы өлеңнің қайырмасын талқылайтын болсақ, осы сөздерді көретін боласыз. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. Бұл жерде сіз осы сөздерді оқысаңыз болады. I say, dance for me, dance for me, dance for me. I have never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me. Осы қайырмасын алатын болса, бұл жерде әншінің айтқысы келгені, осы сферада жүрген үшін көп адамдар олардан бір концерттерге шақырады, немесе одан да көп өлең жаз, біз сенің өлең айтқаныңызды қалаймыз дейді. Ол кісінің сезінетіні, осы нәрселердің бәрін істеп, мен адамдардың алдында бір билейтін бір маймылға айналдым дейді. Өйткені олар одан да көп, тағы да бір нәрсе істейді, олар билейді, өлең айтады, осының бәрі айналып келген кезде, олар үшін бір билеген маймыл секілді болады. Бірақ бұл жерде айтып кететін жай, ол оған қарсы емес, олар оны істейді, олар оны қалайды, өйткені олар өздерінің бір профессиясы болып саналады, бірақ осы өлең арқылы осы ойды жеткізгісі келді. Ал енді өлеңнің мағынасын түсінген болса, осы өлеңде қандай фразалар бар екенін қарайық. Біз барлық фразаны айтатын болмаймыз, бірақ біз сіздерге бір 3 әйгілі қолданылатын фразаларды таңдадық. Бірінші фраза OMG, oh my god. Oh my god. Қазақ тіліне аударғанда о құдайым, о құдай, oh my god. Кейбір кезде осы сөз қысқартылып айтылып қолданылады. OMG. Бұл көбінесе ауызекі стильде бір достарыңызбен сөйлескен кезде бір жаңалық айтатын болса, сіздер OMG деп айтсаңыз болады. Келесі фраза I beg you. Мен сенен өтінемін. I beg you. Мен сенен өтінемін. Мысалы, осы ситуацияны елестетелік. Бір досыңыздан сізге бір нәрсе істеуді қалайсыз, оған айтасыз I beg you, can you do it for me? Мен сенен өтінемін, мен үшін оны істей аласың ба? I beg you. Соңғы фраза you are done. Өлеңнің мағынасында бұл жерде сен бітірген кезде деген мағынада білдіреді when you are done. Бірақ бұл фраза әртүрлі кездерде қолданылса болады. Мысалға өзіміз жайында айтсақ I'm done. Бір нәрседен шаршап, істегіңіз келмеген кезде осы фразаны қолданасыз. I'm done. I don't want to do it. Мен шаршадым, мен істемеймін, мен істегім келмейді. Кейбір кезде бұл фразаны біреуге қолдансаңыз болады. You are done. Мысалға біреу сізде жұмыс жасайды, ол жұмыс сізге ұнамады, бір проблемалар шықты. Ол кісі осы жерде жұмыс істемегенін қаламасаңыз, сіз ол кісіге былай айтасыз. You are done, you can go. Сен бұл жерде бітірдің, сен қайта берсең болады деп. You are done. Okay guys, so hopefully these phrases are going to help you to know English more. And you are going to listen to this song more often now. Сіздермен бірге бүгін болған онлайн english.kz. Бізбен бірге болыңыздар.